Құрметті сот, осы сот тергеу аяқталмай жатып, жәбірленуші марқұм Шерзат Болат Таскентай Дарханның бет тұсына соққы жасаған дерегі бойынша 4 қазан 2024 жылы шаммен таңғы сағат 8:30-да күдікті Таскентай Дарханды Алматы облысының Талғар аудандық ауруханасында медициналық тексеріс өткізілген. Дәрігерлердің аты жөнін анықтап, оларды қосымша куәгер ретінде сот отырысында жауап алуды және осы дәрігерлерді шақыруды мемлекеттік айыптаушыларға жүктеуін сұраймын. Енді ондай мемлекеттік айыптаушыларда мүмкіндік болмаса, құрметті сот, аталған өтініш хат қанағаттандырылса, маған сотқа шақыру повесткасын ұсынсаңыз, ол адамдарды өзім анықтап сотқа шақыратын боламын. Сонымен қатар Талғар аудандық ауруханасында тиісті медициналық көмек көрсетпеу салдарынан жаңағы қорғауымдағы соттаушы Таскентай Дархан тергеу кезінде толыққанды жауап бере алмаған. Сонымен қатар Таскентай Дарханның денсаулық жағдайын ескермей, барлық сот тергеу амалдарын қысымен заңсыз өткізген. 28 күн бойы ешқандай ем көрсетпеген. Бүгінгі күннің іске кірісуіне байланысты, құрметті сот, адвокаттық сұраныс бердім. 4 қазан 2024 жылы полиция қызметкерлеріне, нақтылап айтқанда СОБР қызметкерлеріне Талғар аудандық ауруханасына алып келген және оларға медициналық қарап тексеру кезіндегі дәрігерлермен және СОБР қызметкерлерінің жасаған заңсыз қайшы әрекеттерін бейне жазбасын алдырту туралы сұраныс жолданған. Күдіктілерді алып келу барысында не жедел уәкіл, не тергеуші қатыспаған. Ол мен бірінші өтініш хатым, құрметті сот. Екінші өтініш хат, жаңа көздің астындағы сүйегі сынып, көзі іріндеген, қиналған Таскентай Дархан Талғар аудандық полиция бөлімінен Қонаев қаласының полиция бөлімін уақытша ұстау ұстау изоляторынан ауыстырылған кезде Таскентай Дарханға бірінші болып Қонаев қаласының ауруханасына апарып медициналық көмек көрсеткен уақытша ұстау изоляторының басшысын сотқа шақыруды куә ретінде қосымша жауап алуын сұраймын. Үшінші өтініш хат. Жәбірленуші заңды өкілі Нұрымов Қаржаубайдың сотта берген жауаптарынан кейін Таскентай Дарханның Ринат есімді жездесін қосымша куә ретінде жауап алуға, оны сотқа шақыруды маған жүктеуін сұраймын. Төртінші өтініш хатым, құрметті сот, жәбірленуші заңды өкілі Нұрымов Қаржаубайға қорғау тарапынан қойылмаған сұрақтар, бірнеше сұрақтар бар. Осыған орай мен сізді Нұрымов Қаржаубайдан қайта жауап алуын сұраймын. Бесінші өтініш хатым, құрметті сот, жаңағы сот тергеуінде сотталушыдан жауап алу барысында бірінші болып Таскентай Дарханнан жауап алуын сұраймын. Оған сұрақ қою құқығын бірінші болып маған беруін сұраймын.